Бірінші бөлім. Ол жігіттен басқа жан құрып қалды ма? Әй, 12 мүшесі сау еркек толып жатыр ғой. Өлсем де ол соқырға сен қызды бермеймін деген ананың айқайына жылап мен бөлмеме кетіп қалдым. Жақында ғана жасым 18-ден асты. Енді мен үлкен қызбын. Не жасағым келеді, оны өзім шешемін. Анам мектеп кітапханасында жұмыс жасайды. Әкем мектепте технология пәнінен сабақ береді. Жағдайымыз жаман емес, біреуден кем, біреуден жоғары. Жастайымнан сабақ ынтам болмады. Теледидардан бай әйелдерді жиі көретінім тағы бар. Болашақта бай болып шалқып өмір сүргім келетін. Сол үшін 14-15 жасымнан бастап сабақ емес байлыққа тез жету жолын іздей бастадым. Әкем мен шешем ұрсып жүріп мұғалімдік оқудың ақылы бөліміне түсірген еді. Үйде 5 ағайындымыз, үлкені мен, қалғандары кіші. Ұл қызы аралас 4 бауырым бар. Тұңғыш немересі болғандықтан ба, атам мен сөзімді сөйлеп, ерке әрі қыңыр мінезді болдым. Әке-шешемнің арқасында студент деген атым бар. Бірақ күнде көше қыдыру, сұлулық деген қыздардың соры ғана дейтін сөздер маған, мен сияқтыларға арналған. Группадағы байдың ерке тотайларына еліктеп, атамның зейнетақысын алатынмен олардан кем болмай, әзер дегенде ол қыздардың қатарына қосылдым. Байғұс анам ауылға барған сайын әбден ұрысса да басыма сана қонбады. Атама еркелеп жүріп, бар ақшасын сыпырып, онан қала берсе мал сатқызып, біраз ақшаны алып кетіп, бір айға жетпей жұмсап жіберетінім тағы бар. Ақшадан қиналған мен группадағы бай қыздардан тығылып, түнгі клубта жұмыс жасауды жөн көрдім. Ел қызығатындай түрім бар, мүсінім де тартымды. Кез келген жерге барсам, дереу жұмысқа қабылдайды. Бай группаластарым бармайтын түнгі клубқа барып, даяшылық жұмысқа қабылданғанда қатты қуанғанымды жасыра алмадым. Ол жерде кафеге қарағанда жақсы төлейді. Бастапқы күннен-ақ жігіттер жағы көз сүзе бастады. Тиіскендері де болды. Алайда мен олардың біреуіне де қарамадым. Мені жұмысқа қабылдаған бастығыма есім кетті. Я өзіне емес байлығына. Ол еркек менен 10 жасқа үлкен болса да, оның байлығы менің санымды жаулап алды. Үйленіп ажырасқаны да маған маңызды емес. Оның әйелі болсам, үлде мен бүлдеге оранып жүремін деген ой санамды әлдеқашан жаулап алды. Махаббат деген тек ақшаға дейтін маған өзге біреу, соқыр жанға ғашық боласың десе, төбем шашым тік тұрып, ол адамды жерге тыққанша ұрсатыным анық. Сонымен мен сылаңдап, бастығымның көзіне түсуді жоспарлап жүрдім. Шыны керек, оның қаншама мен деген көңілдестері жетерлік. Жұмысқа да сирек келеді. Барлық жұмыс ақшаны сенімді көмекшісі администратор Бекзат деген. Менен 5 жасқа үлкен жігітке тапсырған. Жұмыста оны бәрі Бека дейтін. Өзі сондай ашық әрі өте пысық жігіт. Десе де отбасылық жағдайы анау айтқандай керемет емес. Анасы мен шұбырған бауырларын асырап, сыр жүгіріп жүрген нағыз еркектер едім. Бека мені алғаш көргенде ұнатып, сөйлей алмай кібіріктеп қалғаны бар. Оның сол сезімін пайдаланған мен Бекаға сәл-пәл үміт бергендей боп, бастық туралы оның қанша бизнестері бар екенін жайлап сұрастырып біле бастадым. Менің клубта жүргенімді Бека қаламайтынын айтып, ара-тұра демалыс беріп жүрді. Мен оған ақша қатты қажет екенін айтып, жұмыстан кетпейтінімді айттым. Ол байғұс мені аяп ақша беріп жүрді. Алайда оның 5-10 тиынын менсінбей, оған еркелеп бір күнде 10 000 теңгесін қағып алып, бай группаластармен қаңқып, сол күні-ақ құртатынмын. Жә, ол ештеңе емес қой, одан сорақысы іске бардым. Байғұс Беканы әбден пайдаланғанмен бастықтың барлық жағдайына қанық болдым. Бастықтың соқыр інісі бар екенін де естігенде таң қалдым. Ақшалары көп болса да, емдей алмағандары қызық екен деп ойладым да қойдым. Алайда сол соқыр жанға есім кете ғашық боларымды білсемші. Ізімнен жүгірген Бекаға мен сорлы обал жасап, көз жасында қалдым. Ол былай болды. Тауықтай мейі жоқ мен өзімді соншалықты сұлу санап, жігіттің құшағына еркелей еніп, анау айтқандай төсек қатынасы емес, жай құшақтасумен шектеліп, ол жігітті өзіме ынтықтырып, кассадан ақша ұрлай бастадым.
Ғашықтықтан көрсоқыр болған Бека кассадан ұрланған ақшаны әрине менен көрмеді. Байғұс балада ақша ұрлағанмен қоймай тағы да сұрап алып шалқып жүрдім. Бірде маған мынандай арам ой келді. Беканы ұрып етіп көрсетіп, оның орнына өзімді администратор болғанымды бір сәт елестетіп, байғұс баланы түрмеге түсуіне көмектескен мен нағыз сатқан едім. Өзімді сонша сүйген жанды ұры еткенмен бақытты ғұмыр кешемін деп қатты қателеспін. Беканы сондағы аянышты түрі әлі көз алдымнан кетер емес. Ақшаны мен ұрлағанымды сезген болу керек. Көздері маған қадап, жүзіме қарай берді. Мен іштей мақсатыма жеттім деп қуанып тұрмын. Кейін іштегілерден Бека еш уақытта ақша ұрламайды, басқа біреу тұзақ құрған, байғұс балаға қиын болды дегендерді жиі естісем де ештеңе болмағандай жүрдім. Администратор боламын деген ойыма бәрі бекер болды. Кеше ғана келген маған администратор болу қайда? Менен өткен тірлікке пысық неше жыл жұмыс жасап жүргендер толып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, администраторлыққа басқа клубтан жасы үлкендеу қыз келді. Бәлкім бастықтың көңілдесі, нақты білмеймін енді. Ал мен сол жұмысымда жүре бердім. Бастық маған қарамақ түгілі көз қиығын да салмады. Ойлап едім, Бекадан құтылсам, администратор болсам, бастыққа сәл де болсын жақындаймын деп. Ол ойым орындалмады. Жоспарымның күлі талқан болғанын іштей налып жүрген кезімде Беканың анасы ішке келді. Ол күні бастық жоқ. Байғұс ананың түрін көріп, барлығы аяп кетті. Ішке кірген анасы: бастыққа апаршы қызым. Алла мені сол әйелмен жолықтырғандай. Кешкі уақыт. Жүзі сондай мұңды қарт ана кіріп келеді. Алдынан шыққан мен: апа, тоқтатыңыз, қайда бараңыз дедім. Апа бастықпен қанша кездескісі келсе де бастық бұл кісіні көргісі келмейді екен. Бұл аба Беканның анасы екенін сөздерінен ұқтым. Байғұс балама жала жабылған. Мен баламды білемін. Еш уақытта ақша ұрлаған емес. Жылап жіберген Беканың анасын аяп кеттім. Іштей қатты өкінгенім рас, бірақ шындықты айтуға болмайды. Ал Бекаға сенемін. Ол мені сүйгендіктен мені ұры екенімді айтпайтынына сенімдімін. Ол жігіт қой, көп болса 5-6 жыл отырады. Өзімді солай жұбатып, Беканы ұмытуға тырыстым. Арада 1 ай өтті. Бека 5-6 жыл емес, 9 жылға сотталып кетті. Бастық адамдарын салып Беканы аямады. Әйтпесе сондай көп ақша емес. Ал Беканың көрген күні мен де көретінімді білгенде әттең жазықсыз жанның көз жасына қалмас едім.